Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 15 минутта дайын болатын попкорнның құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі бізге керекті ингредиенттер: жүгерінің осындай кепкен түрі, және де сары май, 100 граммдай шоколад керек. Шоколадты қоспасаңыздар да болады. Және де 100 миллиграмм сұйық май. Енді ысып тұрған табаға немесе осындай болат қазанға ысып тұрған сұйық майды құямыз. Енді сұйық майдың үстіне сары майды салып, сары майды ерігенше араластырамыз. Isып тұрған майдың үстіне жүгеріні салып, араластырамыз. Жүгері көтеріліп пісе бастағанда үстіне жаңағы шоколадты салып, қақпағын жабамыз. Міне достар, біздің жүгері піскен кезде осылай көтеріліп попкорнға айналады. Яғни осы кезде қазанның бетін жабу керек, себебі попкорн көтерілген кезде ол қақпағына қарай атқылап, майда шашырайтын болады. Попкорн толығымен пісіп, дайын болды. Өте жұп-жұмсақ әрі сочный болып шықты. Достар, осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Үй жағдайында балаларға дайындап беруге болатын өте керемет попкорн.